Түрлі түсті лишай немесе түрлі түсті теміреткі деп аталатын бұл терінің беткі қабатындағы ауру кератомикоз тобына жататын саңырауқұлақтардың әсерінен пайда болады. Қандай кезде пайда болуы мүмкін? Бұл жоғарғы тершеңдігі бар адамдарда пайда болады. Терінің химиялық құрамы өзгергенде, жүктілік кезінде, қант диабеті кезінде және кортикостероидты препараттарды қолданған кезде шығуы мүмкін. Және сонымен қатар бұл эндокриндік жүйенің аурулары бар адамдарда, өкпенің ас қорыту жүйесінің аурулары бар адамдарда, сонымен қатар иммунитеті төмен адамдарда, иммунитет жетіспеушілік салдарынан болатын ауруларда шығады. Бұл терінің ауруы климаты ыстық және ылғалды аймақтарда жиі кездеседі. Сонымен қатар орта жастағы және жас адамдар жиі ұшырайды, ал балалар мен қарттарда сирек кездеседі. Дақтар жиі дененің жоғарғы бөлігіне, кеудеде, қолдарға, иықтарға, бастың шашты бөлігіне және жыныс мүшелеріне шығады. Ал өте сирек жағдайда бетке, құлаққа, қасақ аймағына және еміздік айналасына шығады. Дақтың мөлшері бірнеше миллиметрден бірнеше сантиметрге дейін құрайды. Олар көп болып шығады, бір-біріне бірігіп, үлкен дақтарды құрайды. Бұл лишай немесе теміреткі негізінен косметикалық түрде дефект болып келеді, ешқандай зияны жоқ, бірақ кей жағдайда сәл қышыну тудыруы мүмкін. Енді еміне келетін болсақ, бұл лишай саңырауқұлақтардың әсерінен пайда болғандықтан саңырауқұлақтарға қарсы антимикотикалық түрде ем жүргіземіз. Оларға микадерил, клотримазол, кандид, термикон, низарал, нафтадерил сияқты саңырауқұлақтарға қарсы мазьдар қолданылады. Және мазьдармен қатар осындай саңырауқұлақтарға қарсы препараттарды ішке де қабылдау қажет. Ал алдын алу шараларына, профилактикалық шараларға дұрыс тамақтану, стресстік жағдайлардан алшақ болу, гиповитаминоздардың алдын алу, яғни организміне витамин жетіспесе, соның орнын толықтыру және сонымен қатар теріге күтім жасап отыру қажет. Теріге күтім дегеніміз бұл кезде көп терлік адамдарда, яғни гипергидроз кезінде жиі дамитындықтан сол теріні жиі салицил спиртімен тазалап тұру қажет, жеке гигиенаны сақтау қажет. Сонымен қатар киім кигенде де құрамы табиғи материалдардан жасалған киімдер кию қажет.